Уақыт өте тығыз, сондықтан айтар тілектеріңіз болса, қыздар жолдар сәлемдемелеріңіз болса, мархабат, камера сіздерде. Жақсы. Мен өзімнің туысқандарыма, жақындарыма және сыныптастарыма және 29-шы орта мектебіне сәлем бергім келеді. Мен өзімнің ата-аналарыма, сыныптастарыма және өзімнің сынып жетекшім Мүмтаза Барынаға сәлем жолдаймын. Жәнібек, сізде жолдасаңыз болсын. Ал енді дейміз, жалпы қазақ еліне дейміз, Қостанай жеріне осындай киелі қасиетті жердің бұл иесі осы болашақ жастардың қолында. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Көріп отқан барлық әріптестеріме, 29-шы орта мектебінің ұстаздар қауымына, осы мектептің басшысы Жанар Асанқызына рахметімізді жолдаймыз. Өйткені осы кісінің қолдауының арқасында біздің қаншама жұмыстарымыз алға басып, елге көрініп жатыр. Сондықтан барлық осы танитын ағайын туыстар дейміз, барлығына мың сәлем жолдаймын. Елдің ертеңі жастар дейміз ғой, сіздердің қолыңызда деп жатамыз. Сондықтан елдің ертеңі, елді ойлайтын азаматша болуларыңызға біз тілектеспіз және соны қалаймыз. Студиямызға келіп, осындай өздеріңіздің ақпараттарыңызбен бөліскендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Ал құрметті көрермен, біз қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше деймін.